Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Владимир Путин Ресейді 25 жылдан бері басқарып келеді. Осы 25 жылда Ресей адам танымастай өзгерді. 90-шы жылдардың соңында ішкілікке салынып кеткен Ельциннің тұсында Ресейді ешкім менсінбейтін еді. Ал қазір әлемдік державалар Ресеймен санасуға мәжбүр. Себебі 3 жылға созылған соғыста батыс елдері салған санкцияларға қарамастан Ресей әлі күнге дейін жеңілген жоқ. Бүкіл орыс халқын уысында ұстап отырған Путиннің қандай құдіреті бар? Және де Путиннің тұсында Қазақстанның болашағы қандай болмақ? 90-шы жылдардың басында Ресей қатты құлдырады. Ельцин бар билікті олигархтарға беріп қойып, өзі қуыршаққа айналды. Сол кезде Ресей ыдырап кетуге сәл қалды. Себебі құрамындағы Шешенстан Ресейге қарсы шығып тәуелсіздігін талап етті. Тіпті Мәскеу билігі шешендермен болған соғыста жеңіліске ұшырады. Ресей әне-міне құлағалы тұрғанда билікке Путин келді. Оны Ельциннің өзі қойып кетті. Путин сол шақта ФСБ-ның бастығы еді. Ал ФСБ дегеннен бүкіл шенеуніктер қатты қорқатын. Сондықтан да Путинге қарсы ешкім ештеңе дей алмады. Путин Шешен соғысының нүктесін қойды. Нәтижесінде Шешенстан Ресейдің құрамында қалды. Путин билікке келе сала ең алдымен олигархтарды құртуды қолға алды. 90-шы жылдардың соңында алпауыт Ресейді 7 олигарх басқарып тұрды. Оның ішінде ең ірісі Борис Березовский еді. Ол бүкіл орыс телевидениесін ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстады. Ол кез келген губернаторды сатып ала беретін. Путин дереу Березовскийдің соңына түсіп, оны елден қуып шықты. Содан ол 13 жыл бойы туған жері Ресейге орала алмай, шетелде ажал құшты. Олигархтардың байлығы елге қайтарылып, Ресейде экономикалық өсу басталды. Сол тұста мұнай, газ бағасы да шарықтау шегіне жетті. Путин осыны пайдаланып, пайдалы қазбадан түскен ақшамен бюджетті толтырып, халықтың жағдайын көтерді. Дүниеге келген әрбір бала үшін жоғары жәрдемақы төлеп, елдегі демографияны жақсартуды қолға алды. Ресейге ақш, Еуропа президенттері келіп, Путинмен бірге шай ішіп, күліп ойнап, жеңіс парадына қатысты. Олар Путинді өз қатарларына қосып, G7 деген ұйымға мүше қылды. 2008 жылы Путин тақты Дмитрий Медведевке тапсырды. Медведев тақта 4 жыл отырып, 2012 жылы Путинге қайтарып берді. Содан бері Путин орнында тапжылмай отыр. Міне сол кезде Путиннің пиғылы бұзыла бастады. Ол Совет одағының тарап кетуін үлкен трагедияға теңеді. Шын мәнінде Совет одағы деген Ресейдің шарықтау шегі еді. Оны әлсіз Горбачев құлатып алды дегенге саятын пікірін жиі айтып жүрді. Содан бері ол көршілерінің жеріне көз алартумен болды. Ол осы уақытқа дейін Грузиядан Абхазия мен Солтүстік Осетияны бөліп тастады. Бауырлас елімен соғысып жатқанына биыл 3-ші жыл. 3 жыл ішінде Қырымды, бірнеше облысты тартып алды десек қателеспейміз. Путин өте әккі саясаткер. Ол ресми жиындарға әдейі кешіп келіп, өзге елдің президенттерін күттіріп қояды. Мысалы, Германияның канцлері Ангела Меркель Путинді бақандай 4 сағат күткен. Рим папасы оны 1 сағат тосуға мәжбүр болған. Осы арқылы ол өзінің үстемдігін көрсеткісі келеді. Және де ол президенттерді түрлі ишара амалдар арқылы қорқытуға тырысады. Ангела Меркель иттен қатты қорыққан. Осыны білетін Путин неміс канцлерімен болған кездесуге итін алып шығады. Бұл Ангела Меркельді мазақ ету әрекеті болды. Және де Ресейге Курил аралдарының мәселесі бойынша келген делегацияны да итпен қарсы алған. Путиннің үйретілген иті Кремльде әбден үріп, мазаны алады. Не істерлерін білмей дал болған Жапон делегациясы өтіріктен ыржалаңдап күле берді. Путиннің итке деген қызығушылығын көрген түрікмен арқадағы оған алабай итін сыйға тартады. Қазір Путиннің үй жануарлары өте көп. Сонымен қатар Путин өте әзіл ғой. Ол халықаралық жиындарда түрлі әзілдер айтып жұртты ду күлдіріп жатады. А я что, один воюю в нашей армии? Оның айтқан әрбір әзіліне езу тартпайтын адам жоқ. Бұрын Қазақстанның тұңғыш президенті Назарбаев та әзіл айтса басқалар күле беретін. Так и сделала. Ал қалжың айтып жұртты күлдіре білу өте үлкен өнер. Қазір Ресей бұрынғы Совет одағының қателігін қайталап жатыр.
Совет одағы бюджеттегі ақшаның 1/3-ін қорғаныс саласына жұмсады. Қажет емес соғыстарға шығындалып, экономикасын құлдыратып алды. Өз жақтастарын көбейту үшін айдаладағы Кубаға, Африка елдеріне көмектесем деп қалтасы қағылды. Арада 30 жыл өткен соң дәл осы қателікті Ресейде қайталап жатыр. Ресей биыл әскери қуатты арттыруға өте көп ақша бөлді. Путиннің жақсы жағы да бар. Ол билікке өз отбасын араластырмады. Мысалы, Қазақстанның тұңғыш президентінің отбасы билікке әбден араласқан еді. Президенттің тұңғышы Дариға Назарбаева кезінде Асар партиясын ашты, Сенат төрағасы болды, премьер-министрдің орынбасары болып жұмыс істеді. Інісі Болат Назарбаев қымбат көліктер мініп, ұлдарына сүндет той жасап, ақшаны қапшықтап шашты. Ал Өзбекстанның алғашқы президенті Ислам Каримовтың тұңғышы Гүлнара Каримова да саясаттың бел ортасында жүрген еді. Ал Әзірбайжан басшысы Ильхам Әлиевтің әйелі вице-президент болып жұмыс істейді. Ал Путин бәйбішесін ешқандай қызметке қоймады. Оның 2 қызының өмірі өте құпия. Яғни Путиннің отбасы Ресейдің байлығын талан-таражға салмады. Путин өзінің отбасына тыйым салғанымен қоластындағы шенеуніктерді тәрбиелей алмады. Қазір Ресейде шенеуніктер өте бай тұрады. Ал алыс деревнядағы кедейлердің ішерге асы жоқ десек болады. Путин жек көретін және пір тұтатын тұлғалар бар. Путин Петр бірді ерекше құрметтейді. Ол Ресей империясын жаңа деңгейге шығарды. Артта қалған Ресейге Еуропа мәдениетін алып келіп, соры шығып жатқан балшықтың үстінен Санкт-Петербург деген әсем қала салды. Орыс ғалымы Дмитрий Аяцков былай дейді. Ресей тарихында 3 ұлы реформатор бар. Алғашқысы 1-ші Петр, ол орыс халқын қайта құрған патша. Екіншісі Сталин, жақсы айтылсын, жаман айтылсын, Сталин бәрібір ұлы адам. Ресейді ат арбамен қабылдап алып, атом бомбасымен шығарып салған адам қалайша ұлы болмасын. Сталин бүкіл елді жауға қарсы жұмылдыра білді. Рас, көп қан төгілді, бірақ Ресей ұлы державаға айналды. Ғалымның айтуынша, Сталиннен бергі аралықтағы басшылардың бәрі майда шүйде. Хрущев жүгері егуден, Брежнев бет сүйсуден шаршамапты. Халық ұлы реформаторды ұзақ күткен. Ақыр аяғында маңдайы жарқырап Путин келіпті. Ғалымның пікірінше орыс тарихындағы 3-ші ұлы реформатор дәл осы Путин, ал ресейлік тарихшы Андрей Зорин Путинді патшаға теңеді. Путин билікте болған алғашқы 20 жылда өзін нағыз монарх ретінде ұстады. Ол 1-ші Шешен соғысындағы жеңілістен соң 2-ші соғыста жеңіп, нағыз патша екенін дәлелдеді. Ықпалды феодалдардың билігін тоқтатып, жеңілісті жеңіске айналдыру патшаға тән қасиет. Ресейде бай адамдар жоғалып кеткен жоқ, бәрінің жағдайы жақсы, бірақ олар сөйлеу құқығынан айырылған. Кей олигархтар патша Путин талап етсе, қолда бардың бәрін береміз дейді. Путин патша екенін маңызы аздау басқа да ұсақ түйек істермен дәлелдеді. Мысалы, патша ықпалы мен күш-қуаты билікке тәуелді емесін көрсетуі тиіс. Иван Грозный қарапайым татар Симеон Бекболатовичті Ресей билеушісі деп жариялап тақты соған тапсырды. Бірақ шын мәнінде елді өзі басқарды. Симеон Бекболатович қуыршақ болды. Тарихшы осы арқылы Медведевті мысалға алды. 2008 жылы Медведев президент болғанымен, шын мәнінде елді Путиннің өзі басқарып отырды. Оны бәрі біліп, Медведевті мазақ қылды. КВН-де де түрлі шоуларда Медведев әбден әжуа болды. 2012 жылы Путин қайтадан президент болып, жорығын жалғастырды. Әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары Путинді қатты науқас деп те айтты. Оны қатерлісіктен емделіп жүр, ал жиналыстарда оның двойнигі деп ақпарат таратты. Бірақ Кремль бұл ақпараттардың барлығы жалған екенін мәлімдеді. Жоғарыда айтқанымыздай, Путин Совет одағын секілді одақ құруды аңсайтын секілді. Ол Ленинді онша жақтырмайды. Оған себеп көп. Ең біріншіден, Ленин Ресей империясын құлатты. Одан бөлек ақ патшаның отбасын қырып салды. Ал Ресей империясы жүздеген жылдар бойы әзер қалыптасқан еді. Бұл туралы Путин былай дейді. Революция Ресейге қажет емес болатын. Ленин өзінің автономизация туралы идеясы арқылы Ресей деп аталатын үлкен ғимараттың іргетасына атом бомбасын қойды. Қазан төңкерісінен кейін Ресей империясына қараған көптеген елдер автономиясын алды.
Соның ішінде Қазақстан да алғашқыда автономиялық, кейін формалды түрде болса да дербес республика атанды. Путиннің ойынша империяның құрамындағы ұлттар мен ұлыстарға автономия беріп жіберу Лениннің үлкен қателігі болған. Ал ақ патшаның тұсында Қазақстанның дербестігі болған жоқ. Ауылдарды болыстар биледі. Кейін Лениннің тұсында қазақ халқы Алаш республикасын құрмақ болды. Бірақ Ленин дүниеден қайтқан соң орнына келген Сталин алашордалықтың қуғын сүргінге ұшыратып, Қазақстанды толыққанды Мәскеуге тәуелді ел етті. Сталин кезінде Қазақстан мен Украина халқын аштықпен қырған еді. Өйткені Ресейден кейінгі ең ірі мемлекеттер осылар еді. Бірақ осыған қарамастан Путин Қазақстан деген мемлекет мүлде болмағанын, оны Назарбаев нөлден бастап құрған деп айтады. На которой государства не было никогда, у казахов не было государственности никогда. Он ее создал. Кейіннен Назарбаев Путинге тікелей жауап бермесе де, астарлап жауап берді. Менің замандастарым, одан кейінгі ұрпақ қазақ тарихы қазан төңкерісінен басталады деп есептеді. Біз үшін қазақтың басқа тарихы болмағанда еді. Алайда қазір оны терең зерттеуіміз қажет. Біздің ата-бабамыз ғұндар, одан жақындау келсек, ұлы түрік қағанаты. Біздің жеріміз әрқашан сол мемлекеттердің орталығы болған. Сондай-ақ Алтын Орда мемлекеті бар. Осының барлығын қорытындыласақ, біздің тарихымыз 2000 жылға жалғасады. Алуан түрлі заманды бастан өткере отырып, біз өз тілімізді, дінімізді және өзіндік ерекшелігімізді сақтай алдық. Біз жастарымызды осы рухта тәрбиелеуіміз керек. Бірақ Назарбаев пен Путин 20 жыл бойы шәй деспей тату тәтті тұрды. Екеуі ылғи бір-бірін мақтап жүрді. Айта кету керек, елбасы көп векторлы саясатты ұстанды. Соның арқасында Қазақстан ешқандай мемлекетпен соғыспады. Соғыс деген өте жаман нәрсе. Соғыстың кесірінен мыңдаған, миллиондаған бейкүнә жастар өліп кетеді. Кезінде әбден қырылған қазақ халқы бүгінде көбейіп, өсіп өніп жатыр. Тоқаев ешқандай елдің намысына тиіп жатқан жоқ. Ол Ресейдің Грузия мен Украинадан бөліп алған автономияларды мойындамайтынын Путиннің көзінше ашып айтты. Әлемдегі ең ұзын шекарасы бар елдер ретінде Қазақстан мен Ресей өзара ерекше қарым-қатынаста. Сондай-ақ біздің Украинамен тереңде дәстүрлі достық қарым-қатынасымыз бар. Әлемнің көптеген елдері қатарлы біз Украинаның территориялық тұтастығын құрметтейміз. Біз Тайванды да, Косовоны да, Оңтүстік Осетияны да, Абхазияны да мойындамаймыз. Бұл принцип біздің ойымызша Луганск және Донецк болып табылатын квази-мемлекеттік аумақтарға қолданылатын болады. Ресейде Қазақстан секілді шикізатқа тәуелді ел. Оларда телефон, шаң сорғыш секілді түрлі техникалар онша жасалмайды. Көліктері сапасыз. Білікті жас мамандарының көбісі шетелге кетіп қалып жатыр. Себебі Ресейде жемқорлық белең алған. Осының бәрін Путин өзгерту керек еді. Бастапқыда тым жақсы жұмыс істеген Путин билікте ұзақ отырған соң шынымен де өзгеріп кетті. Бұл туралы НАТОның бұрынғы басшысы Лорд Робертсон былай дейді. Мен көрген Путин мәмілегер еді. Менімен НАТО Ресей кеңесін құру туралы келісімге келді. Ол кездегі Путин қазіргі өктемшіл Путинге мүлде ұқсамайтын. Кезінде кеңес одағы әлемдегі екінші супердержава болып саналды. Ресей енді қайтып мұндай мәлімдеме жасай алмайды. Осы факт Путиннің өз-өзін жоғалтуына ұрындырады. Совет одағы кезінде бүкіл 15 республика орыс тілінде сөйледі. Қазір Ресейдің де көршілеріне арнайы әскери операция жасауына осы орыс тілі себеп болып отыр. Олар орыс тіліне қысым жасады деп өзгелерге айып тағалады. Біздің ортақ тіліміз бар. Ұлтаралық, мемлекетаралық қарым-қатынас тілі орыс тілі. Барлық елде орысша еркін сөйлейді. Бұл үлкен басымдық. Бізде бұрынғы ортақ мемлекетімізден қалған ортақ транспорт, ортақ энергетика, ортақ байланыс инфрақұрылымдары бар. Бұл тағы бір басымдық дейді Владимир Путин, яғни Ресей Федерациясында барлық елдер орыс тілінде сөйлейді. Путин Қазақстанды да орыс тілді мемлекет деп айтып, елімізде орыс тіліне жағдай жасайтынын мәлімдеді. Біз осындай қиын заманда көршілермен тату тәтті тұрып, бір жағынан өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды да сақтай білуіміз керек. Өз тілімізді жоғалтпай, салт дәстүрімізді ардақтасақ, өзгелерді де ренжітпей екі кеменің басын ұстай білсек бізден асар мемлекет болмайды.